Assalamualaikum, kutmanlı, geçinsizlerin ruhatı, ayınlar, mırzalar, atalar, apalar, жалпы Москва шарындағы емгектеріп жазған бізден дегенеттер. Жалпыңыздар бүгінгі Аяна Қасымованың шоу кешесіне қош келіпсіздер. Не настроение жоқ? Не кидалады? Жақсы настроение? Отырып алып аңғаштайсың. Өкім отырып алайын. Байқасынша жігіттерге ұқсайды бүгін залда. Қыздар шығыздар, айымдар бар ма? Ал енді атайын ұшылай сіздер үшін Жақсынақай кешені, Жақсынақай концертті ақысыз ұйыштырып беріп жатқан Қырғызстан кафесімен жалпы жамаатына бір шын жүректен түркілтіп қол жауып қойсаңыздар. Жаңа сондай біздің әрбір концертімізде YouTube каналына шығарып бізде тағы бір звезда қылып жатқан Ақтөбе студиясына қол жауып қойсаңыздар. Концерттің алыс башында достар Қырғызстан кафесінің атынан бір кішінекей белек бар, кішінекей ойын ұйыштырғанбыз. Азыр мен бір сұрау берем, егер кімде-кім білсе, қол көтеріп жауап береміз. Кімде-кім білсе, қол көтеріп, саған бұл жаға келіп жауап береміз. Микрофоныңыз жетпейді алжаға. Даярсыз ба? Сұрау келіп сен аны сүйесің, ал сені сүйбейді. Sen anı sүйбейсің, ал сені сүйеді. Sen аны іздейсің, бірақ таппайсың. Тапсаң, өлтіресің. Егер өлтірмесең, сені өлтіреді. Жауап бар ба? Sen аны жаман көресің, ал сені жақсы көреді, өлі сүйеді. Түш. Ойғы жоқ. Тағы жауаптар бар ба? Sen аны іздейсің, бірақ таппайсың. Тапсаң, өлтіресің. Жауап жоқ, Біздің диджей баласы берген ұлжақ қойла, бұның жауабы бүлгі болып жыласа. Келіңіздер қойсын, ұрматы қонақтар көптен көтірместен бүгін кешегі есін шақырып алайла. Себебі дегенде бүгін атайын ұшыл Аяна Қасымованың көргені келдік, сырдашқаны келдік, билегені келдік дегендей. Әлем сіздер бұл даяр болсаңыздар, астыңыздарға шақырып алалы, көптеген сынақтардың есі, жаш болса да көптеген биіктерді бағындырған Қырғыз эстрада жылдызы, Қырғыз эстрада айымы, дүркілді болсаңыздармен алдыңыздарда Аяна Қасымова! Stop.
Бүгін ауа райына қарамай барыңыздарға ыстық қонақ қалаймын. Бүгін ешіз жылу маңайлы өтті үміттімін. Әлбәттесе керек болса чалғанымда сіздердің нәзіріңіздерге қол шарап тұрыңыздар. Орысша және англис тілінде болып, with you деп аталар. Қалаушыларды бірге шақырамын. Time, it's such a
Türkün tamaklar, Türkün salatlar, Türkün araklar. Ошол арак дишке дегенден алысың достор. А бирок бүгүн Аяна Касымова Кыргызстандан келип калды. İçip koyarayım дегенден калсын. Анткени достор, аракка мас болгон соолугат дейт. Ал эми дүйнөгө мас болгон соолукпайт дейт. Андан көрө кыздар көк чай ичиңиздер. Көк чай давлением точно кылат дейт. Фигураны мощный кылат дейт. Анан достор, өзгөчө жакшыгай, жакны, жаңылык менен айта кетейин достор, буюрса 19-20-21 май күндөрү дал ушул Кыргызстан кафесинде дал ушундай акысыз концерт болмокчу. Кеченин коноктору Алөргө Сити командасынын капитаны Самат Эркинбаев жана Кыргыз эстрада айымы Айбери Куби кызы болмокчу.
анан достор, бул жакта туулган күн ээси бар экен. Биз концертти рекламасын чыгарганда силерге сөз берип кеткенбиз. Биздин туулган күн ээлерине Кыргызстан кафесинин атынан кичинекей белегибиз бар деп. Ошол Самара беле? Самара эже туулган күн ээси. Айсулуу, келип койсоңуз бул жака, бол жаап коебуз достор. Айсулуу айымга биздин Кыргызстан кафесинин атынан кичинекей белегибиз бар. Музыка коебуз. Ол жаба, бие беребиз. Sizin de atılmamıyorsunuz. Geliniz bu cana. Altın bekle. Anlam niye siz çıvamız? Altın bekle mi? Altın bekle. Çakır koyuyoruz altın bekle bu cana. Biz belirgimiz var işte. Geliniz Ece. Bu cana atılmamız. Aysu bu de. Kaç yaşta olamaz ki? 47'ye çıktım. Geldi olan ailesimin 3 yerim var. İşte koca fazlası. Uluu апаларыбыз келип отурат, бар болуңуз, туулган күнүңүз менен куттуктап, биз Кыргызстан кафесинин ушундай кичинекей карточкасы бар, азыр сизге беребиз. Бул карточканы азыр сиз барып өткөндөн кийин шотко келгенде ушул карточканы берсеңиз, сизге 10% скидка болот. Кол жаап коебуз достор. Даяр болсоңуздар, мен бул жака чакырбайм, кайрадан сахнада бүгүнкү кечээни күнөкөрү, бүгүнкү кечээни ээси, таланттуу айым, ырчы айым деген кол жауулар менен алдыңыздар да Аяна Касымова, кол жауулар менен тосулабыз. Анан достор, колдон келишинче бийлейбиз достор отурушун. Жок, аяган сиздер үчүн мен. Немесе кийинкиler болсо, бул жакта отурган баардык ата-энелерге арнап адам коюн дегем. Жолдобак Эйфел Катабыздын атам менен энемекендери сиздерге Just
şu üç mesele yönünde üç kişilik bir fakat bu türlü konuşmasını sağlayalım. Şaşıranın carabas, ırgas
Жақында эле Бишкек шаарында Welcome to Kyrgyzstan деген жаңа кинотасма чыккан. Ошол кинотасмага атайын саундтрек жазганбыз. Мекенем деп аталат. Караңыздар.